Сәлем достар, сәлем Алёка. Сәлем. Бүгін қандай ойын ойнаймыз? Кішкентай балды қалай оқытушы? Қалай? Мынаған қара, мына жерде ойыншықтар шашылып жатыр екен, міне. Атты тауып алдық, енді кубикті. Міне кубик, енді балықты. Міне балық таптық. Ойыншықтарын таптық, балаларын енді тамақ береміз. Сүт құямыз баночкасына. Жоқ, осы қой сосын. Су қоямыз, сосын не істейміз? Араластырамыз, көбірек араластырамыз. Бөпеміз тойып алады сүтке, аузын сүртіп жейік. Тойды ма? Бөпеміз тойып алды. Тап-таза болды. Енді киім кидірек. Ұнай ма розовый? Ұнайды. Қызылды егіз қой. Көк құлдарға арналған көтеме. Қыздарға арналған ба? Осы түс жақсы жарысады екенмін бөпеге. Нәс киін кидірек, аяғы тонып қалмасын. Жылы жүрсін. Енді аяқ киім кидіреміз, ойыншықтардың дауыстары шығады екен. Аю жатыр, күшігі жатыр. Енді баланы үсті кір болып кетіпті, жуындырайық. Үстіне шампунь жағамыз. Енді сабындаймыз. Үстін сабындаймыз ба? Басын дұрыстап шампуньмен шайып алайық, сосын үстін сабындайық. Күштілеп. Бетіне де жағып атсың ба? Ақырындап сабында, көзі қазір ашып кетпесін сабына? Ашып кетпейді. Ашып кетпей ма? Ойыншықтарын қоясың ба суға? Дельфин екен, дельфинді сосын немен таңдайсың? Енді уточка. Үйректі, үйректің баласы. Болды ғой баламыз, дайын болды. Тап-таза болды, сүті басы. Енді суын ағызып жеректі. Енді сүртіп жерейік. Орамалмен сүтін сүртіп жерейік. Сүті бәрі тазарып, рахаттан қалды баламыз. Енді не істейміз? Мына баланың сүті басы не шығып кеткен, осы баланы тазалайық. Памперсін, танау боғын сүртейік. Сімбіріп атыр әне. Енді крем жағайық. Крем жағайық, аллергия болып кетті ғой деймін. Памперсін ауыстыру керек екен. Памперсін ауыстырайық. Сосын щеткамен жуайық. Аузын самыз ба щеткамен? Өзін екі ақтысы бар екен аузында. Қаншама соны тазалау керек. Тап-таза болды енді. Екі тісі жып-жылтыр әппақ болды. Енді келесі болды енді. Енді ұйықтайды бөпе. Одеяло жамалайық оған. Көрпесін үстіне жабайық. Соска тағайық осына. Соскасын берейік, ойыншығын қасына. Сосын Светті өшіреміз. Енді әлде айтамыз. Әлде бөпес. Яқтай қойсам бөпесін. Әлде бөпесін. Яқтай қойсам бөпес. Болды, бөпе ұйықта қалды сен өлеңіне. Әлде айтып едің.